Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгінгі сізбен ашылатын тақырып сіздерге мынандай инсайт, әрқайсыларыңыз үйлеріңізде, отбасыларыңызға қолданатын неше түрлі техниканы көрсетемін. Содан кейін оның тәсілдері бар да. Мына врачқа біз жолықпай, профессорлардан консультация алмай, қалай біз денсаулық сақтап қалып, содан кейін ауырмастың қалай амалын жасау керек. Сол туралы мен сіздерге кішкене малумат беретін боламын. Қараңыздар, кез келген ауру адамның тоқ шегінен басталады да. Мысалы, мынандайда, бізде давление деген ауру бар ғой, гипертония деген ауру бар. Гипертониктар қанша жыл ауырады? Өмір бойы ауырады, сонда медицина саласында оларға не береді? Өмір бойы индапты ішесің деп береді. Но оның себебін табу керек та. Кез келген аурудың себебін табу керек. Қараңыздаршы. Ең бірінші, бүгіннен бастап сіздер кез келген адаммен кездескен кезде мынандай затты сұрайсыздар. Өздеріңіздің үйлеріңізде, туған туысқандарыңызда давление көтерілген болса, не болмаса ода сахар болса, не болмаса ода аллергия болса, жаңа тер ауру болатын болса, оның тоқ шегі қалай деп ең бірінші қоятын сұрақтарыңыз тоқ шек қалай деп сұрайсыздар. Неге мен қазір түсіндіріп айтамын бұны? Тоқ шек қараңыздар. Біздің тоқ шек арқылы бүткіл ағзамыздың бәрі түгел қоректенеді. То есть витамин алады да біздің тоқ шегіміз арқылы. Жүрек, бүйрек, эндокринная система, желудок, асқазан, содан кейін өт жолдарының барлығы біздің тоқ шек арқылы қоректенеді. Енді мынандай ситуация болады. Қараңыздаршы, ауру қаяқтан пайда болады. Егер де біздің температура тела 36 градус болатын болса, мына тоқ шекте круглый сутки 38 плюс болып тұрады. Сіздер бүгін тамақ іштіңіздер, үлкен дәрет жоқ. Ертең тамақ іштіңіздер, үлкен дәрет жоқ. Екінші күні тоқ шек бізге витамин берудің орнына, ол бүткіл ағзамыздың бәрін түгел, именно біздің тоқ шегіміз уландырады. Сондықтан да бас ауырады, балтырсыздайды. Түсінікті ғой, Сондықтан да, қараңыздаршы, мынау ештеңке тектен-тек болмайды да. Бір күн ішінде инсульт адам болмайды, бір күн ішінде инфаркт болмайды, бір күн ішінде сахарный диабет деген ауру болмайды. Ол за счет зашлакованности дейді. Біздің ағзамыздың бәрі түгел шлакқа толған кезде, сол кезде осындай обратный процесс жүреді бізге. Кішкентай балалардың егерде мынандай метеоризм дейді ғой, іштерінің бәрі ісіп, олар температура жететін болса, тоқ шек тексеріңіздер. Үлкен дәрет вообще жалпы қалай? Сіздер күніне 2 мезгіл тамақ ішетін болсаңыздар, 2 мезгіл үлкен дәрет сіздерде болу керек. Ең болмаса, бір тәулікте бір мезгіл үлкен дәрет болу керек. Бізде обычно жалпы былай болады да. Жалпы бізде былай болады. Мына себебін таппайды. Оның тоқ шегімен сұраған кезінде, мен 5 күн болды үлкен дәретім жоқ, 10 күн болды үлкен дәретім жоқ дейді. Врачқа барады, олар диагнозын қоймайды. Сондай болады. Сондықтан да ең бірінші мына жақта тоқ шекті біз тексеруіміз керекпіз. Бұдан былай сіздерге аманат, өздеріңіздің отбасыларыңыздың бәрін, бала шаға, жаңағы кім бар айналада, соның бәрін тоқ шегін тексеру керек. Үлкен де толстый кишечник, нарушение в толстом кишечнике приводит к страшным заболеваниям. Ол мынандай рак ауруына кейіннен алып келеді. Содан кейін қараңыздаршы, неге тоқ шекті кесіп тастауға болмайды? Өйткені мен жаңа оның алдын айттым ғой. Той или иной отрезок толстого кишечника, ол отвечает біздің, не болмаса асқазанға, бүйрекке, жүрекке, эндокринная система, зоб ауруына солар жауап береді. Мысалы, геморрой болды, 20 сантиметр тоқ шекті кесіп алып тастадық. Болады ғой сондай. Сол кезде кейіннен 5 жылдан кейін, 8 жылдан кейін, 10 жылдан кейін ол адамның асқазаны бұзылуы мүмкін да. Ода гастрит болады, содан кейін язва болады, содан кейін рак ауру болады. Сондықтан да бізге қазір семьяны сақтап қалып, өзіміздің денсаулығымызды сақтап қалу үшін элементарный, обыкновенный затты білу керек та, мынандай затты білу керек. Сондықтан да любой ауруды тоқ шектен бастаймыз. Жарай ма? Бұдан былай. Енді қараңыздаршы, мынандай аурулар бар. Экзема, псориаз деген тер аурулары бар. Тер ауру қаяқтан пайда болады? Мынаның ішінде шлак, токсина шлак, ол бізге обратный процесс береді ода. Сол кезде теріні тесіп шығады да. Біздің ағзамыздағы құрттың бәрі бізге сыртқа шығады. Сол кезде қараңыздар, не болады да? Бесполезно сіздерге барғанға укол салдырып, не болмаса бір мазьды жағып та, тоқ шек тазалау керек болды. Өт жолдарды тазалау керек, бауырды тазалау керек. Бар мәселе именно сода болып тұр да. Осы неше жыл болды мен бүткіл регионда, қалаларда консультация берген кезінде, нумерология қойылады ғой, сол кезде ол адамның уже тоқ шегі көрсетіп тұрады, өпкесі, гемоглобині төменін көрсетіп тұрады.
Сонда адамдарға нормально да. Менде запор, мен аптасына 1 рет барам дейді да, біздің қазақ солай да. Егер де дәп мынандай проблема болатын болса не істеу керек? Водно-солевая диета деген бар. Бір тиын сіздердің ақшаларыңыз керек емес. Ол водно-солевой диетамен даже кішкентай балаларға сіздер қолдансаңыздар болады. Оны не істейсіздер? Азанмен тұрған кезде 300 грамм жылы суды ішесіздер отырып, жып-жылы су. Содан кейін мына саусақ адамдарға дозатор. Тілге кішкене тигізесіздер. Содан кейін тұзды матрастарда тілдің астына. Соны сору керек та. Именно осы методиканы жазып алыңыздар. Күніне 5 рет, хотя бы 4 рет жасасаңыздар, тоқ ішекте сіздерде запор болмайды, ол бір. Тоқ ішекте запор болмайды, ол бір. Екіншіден, геморрой бұдан кетеді, ол екі. Водно-солевая диета. Водно-солевая диета. 4-5 рет солай істейсіздер. Тамақтың алдында. Содан кейін қараңыздар, тамақтан кейін оны тұзды сіздер 300 грамм воды и просто чуть-чуть соли. Чуть-чуть соли. Жазыңыздар. Дастарханға қойып қою керек та. Енді қараңыздар, бұл водно-солевая диета, ол қандай ауруларды емдейді тегін. Мен сіздерге жаңа көрсеттім. Мына внимательно слушаем, да? Внимательно тыңдаңыздар. Мына саусақ любой адамға дозатор. Кішкене тілдің ұшына тигізесіздер, тұзға былай саласыздар да, чуть-чуть қана, я. Чтобы анада құсудың қажет емес та одан. И тілдің астына соны сорасыздар, болды. Мына жақта нервный окончание бар тілдің астына. Қаншамада 1000 нервных окончаний, ол клетка арқылы жұмыс жасайды да, сіздердің тоқ ішектеріңізде мынандай процесс жүреді, тазару процесс жүреді. Тағы да қайталап айтамын, қандай ауруларды ол водно-солевой диета емдейді? Ең бірінші запорды кетіреді, екінші геморройды кетіреді. Менде өте көп адамдар осы Қазақстан бойынша именно тоже мына водно-солевой диетаны қолданып, сондай аурулардан қазір айығып жатқан. Содан кейін егер де жоғарғы давление болатын болса, соны нормаға түсіреді водно-солевая диета. Әйелдің трубасы бітеліп тұратын болса, сол трубаны продувание жасайды именно водно-солевая диета. Адамның организмінде, ағзасында свободная вода дейміз ғой, бос су, жаңа еркін су дейміз ба, сол нормально болу керек. Ауру қаяқтан пайда болады? Біз су ішпейміз. Ауру қаяқтан пайда болады? 10% қараңыздар. Бізде по генам, генетика дейді, тұқым қуалайды. 10% бізде экология дейміз. Алматының ауа райы мынандай, Шымкенттік анандай дейміз. Это экология. И 80% ішкен жеген тамақтан. Питание. Мені осыны запомните. И былай айтады адамдар. Менің анамда сахарный диабет болған, по наследству маған сол сахарный диабет көшті деп айтады ғой, сіздерге де айтады ғой соны. Менің әкемде давление болған, менде де давление. Ничего подобного, қараңыздар. 10% ол по генам передается. Тұқымнан 10% ауру келеді. Қалғаның бәрі біздің іштен жеген асымыздан адамдар сондай ауру табады өзіне. Сондықтан да кез келген рак ауруын жазуға болады. Сахарный диабетті қалпына келтіруге болады. Экзема, псориаздан құтылуға болады мәңгілік. Оған не істеу керек? Тоқ ішекті тазалау керек. Түсінікті, Так, енді мынандай распространенный мынандай ауру бар да, инсульт, инфаркт деген бар. Именно осы инсульт, инфаркт, қараңыздар, мына тоқ ішек бітелді, тоқ ішегі, біздің тоқ ішегіміз бітелді. Сол кезде бізге, мен жаңа айттым ғой, тағы да қайталаймын. Бізге витамин берудің орнына бүткіл ағзамыздың бәрін түгел уландырайды. Сол кезде біздің басымыз ауырып, балтырымыз сыздайды. Не болады? Өт бізде бітеледі. Гемоглобин бізде түседі, давление көтеріледі, потому что тоқ ішек. Тоқ ішекте проблема. Проблема именно тоқ ішекте. Бұл зашлакованность организма дейді да. Келесі сабақта мен сіздерге 7 этапты көрсетемін, 7 этап бар. Адам қалай рак ауру болады. Оны бір күн ішіне болмайды ол. Бір күн ішіне не может быть, чтобы адамда полиартрит бір-ақ күн ішіне ол жатып қалу мүмкін емес та. Остеопороз мүмкін емес та ол ондай болуы. Мына с годами біздің ішкен жеген тамағымыздың бәрі мына жаққа бітелген кезде токсин біздің ағзамыздың бәрін уландыра бастайды да. Сондықтан да мына өте маңызды да, бұл өте маңызды тақырып. Сондықтан мен тағы да айтамын. Егер де сіздерде болатын болса, ондай, значит, водно-солевой диета. Давление норма келтіреді. Интоксикация, ол бар ғой, былайда, больницаға түскен кезінде, егер де врачтар болатын болса, больницаға түскен кезде не істейді? Физрастворды бізге внутривенный капельницамен құяды. Физраствор деген 1 литр суға 10 грамм тұз.
ол точно такой же сіздерде физраствор, водно-солевая диета мен қазір көрсеткен. Тек қана в домашних условиях. Больницаға керек емес. Значит, отравление болды ма, водно-солевой диетаны істеу керек. Тоқшек бітелді ма, водно-солевой диетаны істеу керек. Содан кейін жаңағы давление, айттым ғой, давление көтеріліп, сахарный диабет, водно-солевой диета. Неге? Инь-янь. Бізде 50-де 50 болып тұрған кезде, мужское, женское начало дейді, холодный, горячий воздух деп айтады да, 50-де 50 болған кезде ешқандай адам аурумен ауырмайды да. Мынаны білетін болсақ, кез келген адам 100 жыл өмір сүретін оның мүмкіндігі бар да. Элементарный затты білмегеннен кейін бүгінгі таңда Қазақстанда ауру өте көп.